ТеСАУ КЕСУ. Қазақ халқының ең қадірлі дәстүрлерінің бірі. Бұл баланың өз жолымен жүре бастайтын алғашқы қадамдары, оның өміріндегі жаңа кезеңнің басталуы. Ертеде ата-бабаларымыз тұсауды кесуді тек рәсім деп емес, балаға берілетін бата, үлкен үміт ретінде қабылдаған. Ала жіп адалдықтың, тектіліктің нышаны. Ала жіпті көрген жан, бұл бала ешқашан біреудің ала жібін аттамасын деп тілек айтады. Халқымыз баланың тұсауын елге сыйлы, жолы ашық, мінезі жақсы адамға кестірген. Өйткені оның жолы балаға жұғысты болады деп сенген. Бұл сәт, әр ата-ана үшін жүрек толқытар ерекше минут. Бала алғаш рет өз аяғымен тәй-тәй басады. Балаға ала жіп байланады. Осы кезде жиналғандар іштей ізгі тілек айтады, өмірі жарық болсын, қадамы нық болсын деп. ТеСАУ КЕСУ ізгі тілекке толы сәт. Тұсау кестірген адам балаға жақсы сөздерін айтып, ала жіпті ақырын кеседі. Тұсауы кесілгеннен кейін бата беріледі. Қадамың құтты болсын, жолың ұзақ болсын, өмірің берекелі болсын. Баланы жүгіртіп, қадамдарын ашу орымы жасалады. Бұл өмір жолы жеңіл, қадамы тез ашылсын деген сенім. Баланың тұсауы кесілген күні отбасының қуанышы. Әр қадам үлкен үміт. Әр ата-ана жүрегінде жалғыз тілек бар. Балам аман болсын, жолы ашық болсын. ТеСАУ кесу кезінде жас өмірге айтылған ең әдемі баталар. Балаңыздың әр қадамы құтты болсын. Жолың ашық болсын, қарағым. Алдың жарық, өмірің берекелі болсын.